адамның ағзасындағы ең үлкен ағзалардың бірі болып табылады. Және де ол біздің оң жақ қабырғамыздың астында орналасқан әрі ең жуас ағзалардың бірі болып табылады. Ағзамыздағы 75% детокс процесін осы біздің бауырымыз жасайды. Ойлай беріңіздер, ағзадағы 100% детокс процесі жүріп жатыр дейтін болсақ, соның 75%-ін біздің бауырымыз жасап қояды екен. Егер сіздердің бауырларыңыздың қызметі бұзылатын болса, бұл жерде ағзамызда детокс процесі де ақсайды деген сөз. Соның себебінен бізде үнемі шаршағыштық, әлсіздік, бастың ауруы және де басқа да органдарымыздың қызметін нашарлауына тікелей септігін жасайды. Одан бөлек біздің бауырымыздың қызметін нашарлайтын болса, өттің өндірілуде бұл жерде ақсап отырады екен. Өттің өндірілуі нашарлайтын болса, біздің ішегіміздің қызметі, астың дұрыс қорытылуы және де бойымыздағы бүкіл зат алмасу процесінің ақсауына дейін алып келеді. Қараңыздар, өзі жуас болса да қызметі өте орасан